Сәлем достар, бүгін мен сіздерге лаңманның қамырының осындай езілмей қатты болып пісуінің құпиясымен бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен жолсуымызға дәміне қарай тұзымызды салып жақсылап араластырамыз. Одан кейін дайындап алған ұнымызға жарты стаканнан азырақ су май құйып, өте қатты емес, өте жұмсақ емес қамыр илейміз. Қамырымызда іртік қалмайтындай жақсылап басып илеп 15 минутқа тындырамыз. Нанның бетіне су майымызды жағамыздан видеодағыдай жақсылап басып жайып аламыз. Нанның қамыры видеодағыдай жұқа болуы керек. Енді пышақпен ұзынша қылып кесіп аламыз. Енді нанымызды бір басып созып аламыз. Қамырымыздың ортасына жақсылап су май жағамыз. Қамырымызды 10-15 минутқа тындырамыз. Тынған қамырымызды жіңішке етіп созамыз. Дайын болған қамырымызды бір қолдың сыртымен, бір қолдың ішімен алып жақсылап соққылап аламыз. Қамырымыз дайын, енді суға салып аламыз. Қайнап тұрған суымызға бір қасық тұзымызды және жарты стакан су майымызды құямыз. Содан кейін нанымызды салып жақсылап араластырып бір қайнатып аламыз. Дайын болған қамырымызды суға салмаймыз, майламаймыз. Осындай әдемі болып шығады. Енді қызып тұрған қазанға етті салып жақсылап қуырамыз. Ет қуырылғаннан кейін үстіне пиязды салып жақсылап қуырамыз. Содан кейін көк шаңбырымызбен сәбізімізді саламыз. Енді картошкамызды салып және үстіне бір қасық томатымызды салып жақсылап араластырып бір қуырып аламыз. Содан кейін үстіне тұзымызды, бұрышымызды, приправаларымызды дәміне қарай саламыз. Және үстіне суы құйып қайнағанша аузын жауып қоямыз. Подливамыз піскен кезде лазыларымызды салып 5 минут қайнатып аламыз. Тағы да дәмді тағамдардың рецептілерін білгілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.